Қазақ жауынгері Арман Оспановтың соңғы кездесудегі жеңілісі әлі де іштегі өкініштің уытын баспай тұрғандығы белгілі. Осы бір тұста жерлесіміздің ММА мансабындағы өткізген ең үздік кездесулерінің бірін назарларыңызға ұсынуды жөн көріп отырмыз. Бұл 2014 жылдың наурыз айында Алматыда өткен Diamond Fight қауымдастығы турнирі болатын. Қарсыласы американдық J.P. Риз, атақты Джефф Монсонның командаласы. Оңай қарсылас болған жоқ. Ал Арманның бұл кәсіпқой ММА-дағы 6-шы жекпе-жегі болатын. Бұған дейінгі 5 кездесуінде мезгілдерінен бұрын аяқтаған. Арасында Полпудниковтың жеңілісі де бар. Бір сөзбен бұл Арманның жұлдызы жарқырап тұрған кез болатын. Арман бұл жекпе-жекті кіршіксіз өткізді. Аяқта тұрып та, партерде де, әсіресе қарсыластың астында жатып, қалай жеңіске жетудің жетік мәнерін көрсетті. Менімше Полпудниковке қарсы кездесуде осы бір партер аздап жетіңкіремеген секілді. Тамашалаңыздар. Бейнематериал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтардан құралақан қалмайсыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.